Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі корзинка тоқитын боламыз. Осындай ұстайтын бауы бар, кәдімгідей көлемді. Осындай корзина тоқып үйренетін боламыз. Мен видеоларымды аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше тоқымамызды тоқып бастаймыз. Тоқыманы бастамас бұрын сіздерге айта кететін жайт, мен бұл корзинаны бірінші рет тоқып тұрмын, сол себептен де көп қателіктер болды. Бірінші мен сіздерге материалдарды көрсеткенде номері, 4-ші номер крючок көрсеткен болатынмын. Мынау крючокпен мен бұмен тоққан кезде мынау өзінің формасын ұстамады, бос болып қалды. Сол себептен де мен қайттан сөгіп тастап номер 2-мен тоқыдым. Одан кейін мына жерде видеода екеу біреу чередовать етесіздер дедім, но оны да сөгіп тастадым. Оны үйтіп тоқитын болсаңыздар, мынаның бәрі сужать етіп ішке қарай кіріп кетеді екен, болмайды екен олайда. Сол себептен де әрқайсына екеуден тоқып шықтым. Басқа жердің бәрі сол қалпында видеода көрсетілгендей тоқылады. Сол моменттерді ескерсеңіздер, егер сіздер де тура осындай мен сияқты полиэфирный шнурмен тоқитын болсаңыздар, ал егерде трикотажный пряжамен тоқитын болсаңыздар, онда сіздерге айтқандай тоқи бересіздер. Тағы бір ескерте кететін жайт, ең соңғы қатарына мен мынандай темір қолдандым. Вязальная проволока, видео барысында айтатын боламын, оны осылай қолдандым. Сонда мынау прям өзінің формасын күшті ұстап тұр. Ең соңғы қатарында қосып жібердім и мынандай несінің ішіне де, ручкасының ішіне де қосып жібердім. Соңында ескере кетіңіздер. Бұндай корзина тоқу үшін бізге осындай дайын донышко керек. Ағаш донышко, осындай тесіктермен. Бұл бізде размері 30-да 20, ұзындығы 30, міне. Көлденеңнен 20. Крючок менде мынаның несі жоқ, жазылған жері жоқ, мына жерде де жоқ. Мен өзім қолыма ыңғайлы болу үшін бұрыннан келе жатқан крючогым, по-моему, 4-ші размер. Одан кейін менде полиэфирный шнур. Осы бір моток жетеді деген ойдамын, қазір көретін боламыз. 3 мм полиэфирный шнур. Осындай. Осы үшеуінен бастайтын боламыз. Ал ендеше тоқымамыз тоқып бастайық. Ең бірінші осылайынан обвязкасын жасап шығамыз. Мынадан где-то 1 метрдей ұзындықта қалдырасыздар. Осылайынан кез келген жерінен крючокты өткіземіз. Одан кейін жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Одан кейін барып келесі тесікке крючокты өткізіп, мына жақтағы жұмыс жіпті тартып шығарамыз. И мына жақтадан өткіземіз. Соединительный петля. Осылай әр петлядан осылай соединительный петля жасаймыз. Осылайынан айналдырып, обвязкасын жасап шығамыз. Мына жақта осылай қалу керек. Соңғы қатар біткен кезде аяқтау үшін керек осы. Осылайынан крючокты өткіземіз, тесікке жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Мына жақтағыдан осылай соединительный жасаймыз. Бір қатар осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Мені соңғы тесігі қалған кезде жұмыс жіпті қоя тұрамыз да, мына жақта бағана қалдырып кеткен жібімізбен жұмыс жасайтын боламыз. Келесі тесікке өткіземіз. Қалдырып кеткен жіпті тартып шығарамыз. Оралып қалмасын. Тартып шығарамыз. Одан кейін ойбай, не болып кетті. Мынадан өткіземіз, соединительный жасаймыз. Үстімізді соединительный жасап, мынаны тартып шығарамыз осылайынан. Мынаяқтағы жұмыс жіп тартсақ, мынау жұмыс жіп. Енді осы мына жақтағы міне бірінші тұр ғой. Осы жерден
жіңішке крючокпен. Жұмысымыз былай тұр. Мына жағынан алып, көрініп тұр ма? Мына жағынан алып, мынаны осылайдан тартып шығарамыз. Тартып шығарып алдық. Енді мына жерге қайтадан крючокты өткіземіз де, мынаны осы жерден тартып шығарып аламыз астына қарай. Мына жерде қараңыздар, шов білінбей кетті. Айналдырып бір тегіс болды. Енді қалдырып қойған жібіңізді бір шетке қарай қоя тұрып, өзіміздің жұмыс жіпті аламыз. Жұмыс жіпті алып, келесі мынау тесікке крючокты өткіземіз. Одан кейін осы жұмыс жіпті тартып шығып, бір воздушный петля. Енді менде полиэфирный шнур болғандықтан мен бір рет біреулік, екеулік. Бір тесікке бір рет, екінші тесікке екі рет, бір, екі осылайынан айналдырып столбик без накида тоқып шығам. Ал егер сіздер трикотажный жіппен тоқитын болсаңыздар, онда мына шетінен, ортасынан, мына шетінен, сонда айналдырғанда алты шетінен ғана прибавка жасайсыздар, қосып тоқисыздар екеуден. Қалған жердің бәріне біреуден ғана тоқисыздар. Менде полиэфирный шнур жіңішке болғандықтан мен осылай чередовать етем. Біреу, одан кейін келесі тесікке екеу столбик без накида. Біреу и екеу. Осылайынан айналдырып тоқып шығам. Мына жерге келген кезде қалай бекіту керектігін көрсететін болам. Мына жерге келдім, соңғысына екі не тоқимын. Мына жерде біреу тоқыдым, одан кейін тағы да столбик, мынаны аяқтамайым. Осылай қоямда, енді бағана мына жақтан қалдырып кеткен жібіміз бар, я? Осыны тартып шығарам, осы екеуінен бірдей. Сөйтемді до конца осылайынан шығарып алам. Мына жақта жұмыс жіп тартсаңыз, мына өзі тартылады. Енді мынаны, мына жақтағы, мына екі петлядан крючокты былай жақтан алам, мына жақтан, сосын мынаны тартам. Тартып шығарам осылай. Аяғына дейін. Енді мына жақта осылай бұрып аламыз да, мынау бір петля, одан кейін мынау косичканың бір петлясы. Осы екеуінен тағы да осы қалдырып кеткен жібімізді тартып тағы да осылайдан шығарамыз. Сонда мына жері әдемі болып бекітіледі. Қараңыздар, ешқандай білінбей қалады. Енді ары қарай кәдімгі жұмыс жіппен мынаны қалдырып кетеміз осылайынан. Жұмыс жібімізбен осылайынан тоқи береміз. Әр петляға біреуден. Столбик без накида. Немесе былай тоқсаңыздар болады. Мына жерде бізде қараңыздар. Косичка ғана екеу. Осының тек қана біреуінен алып, одан кейін мына жақтағы мынау перемычка дейді ғой. Осы екеуінен алып, столбик без накида. Бірінші бір воздушный. Әр қайсысына осылайынан. Бірінші қатарда осылай тоқып шықсаңыздар болады. Мен осылайынан тоқып шығам, өйткені аяқ әдемі жиек болып қалады табаны. Бір ғана косичка төбесінен, одан кейін мына жердегі мына біреу тұр ғой. Осыдан да крючокты өткіземіз екеуінен. Одан кейін жібіміз тартып шығарып, столбик без накида. Осылайдан айналдырып тоқып шығамыз. Соңғы жағына келдім. Петлясымен мынаны
іліп алдым да мынаны іліп алдым. Былай тоқымаймын, до конца тоқымаймын. Мына жіпті қоя тұрамын. Енді мына жақта бағана қалдырған жібіміз бар. Осыны екеуінен тартып шығарамын осылайынан. Одан кейін мына жақтағы бірінші петля, мынау екеу. Осыдан мына жаңағы тартып шығарған жіпті тағы да былай қарай тартып шығарамыз. Одан кейін мынаны былай қарай айналдырып, мына қараңыздар, мынау бірінші петля өз көрініп тұрады. Одан кейін мынау осыдан өткіземіз. Мынаны тартып шығарамыз қайтадан. Содан қараңыздар. Екі жіпті кезек-кезек тартсаңыздар, мына жер сәл тартылады. Бекітілген жері білінбей кетеді осылайынан. Ары қарай қалдырған жіпті былай қарай шетке қарай қойып, одан кейін жұмыс жібімізбен тоқи береміз. Келесі қай жерде мысалы міне жұмыс жібіңіз маған жақын ба, или маған жақын ба, екеуінен. Міне қараңыздар, екі петлядан алдым жұмыс жібімді. Столбик без накида, әр петляға біреуден айналдырып, ешқандай қоспаймыз, азайтпаймыз, айналдырып тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден. Столбик без накида. Мына жағын бекітуге келген кезде, мына жағын көрсеттім ғой, тура солай бекітетін боламыз. Оны тағы да бір-екі рет көрсетем бекітілуін. Қазір екінші қатарымыз біздің. Мынадан кейінгі, мынау бір, мынау екінші қатар. Көрінбей тұр екен ол жаққа. Мынадан кейінгі, мынау бірінші қатар, жаңа қазір тоқығанымыз, мынау енді екінші қатар тоқып бастадық. Екінші қатардың соңғы жағына келдім. Мынау петляға крючокты өткізем. До конца тоқымаймын. Енді жұмыс жібімді қойып, мына жақтағы қалдырып кеткен жібімді тартып шығарам осы жерден. Осылайынан бірден тартып шығарып аласыздар. Мына жұмыс жіп тартқын қаймыз кішкене. Одан кейін былай қарай алып, мына жақтағы мына екі петляны крючокты мына жақтан өткіземіз и мынаны тартып шығарамыз. Аяқтан тартып шығарып, енді мынаны осылайынан айналдырып өзімізге қаратып аламыз. Мынау петля біреу, одан кейін косичкадағы бір петля. Осы екеуінен бірдей өткіземіз. Келесі бекітілуімізді жасадық осылайынан. Мына жерлерде тартып петляларды. Қатар әдемі аяқталды. Әр аяқтаған сайын осылай аяқтайсыздар. Сонда мына жерлеріңіз дөңкиіп, бірінің үстіне бірі шығып кетпейді. Ары қарай мына жаңағы қалдырып кеткен петляңыз қалдырасыздар. Мына жақтағы қай жер жақын, осы жерден шығарып, тартып шығарасыздар, бір петля жасап, қайтадан осылай тоқи береміз. Әр қатарымыз осылай басталып, осылайынан аяқталады. Қаншалықты биіктікте керек сіздерге, сонша қатар тоқып аласыздар. Бұл жерде ең главный соңғы бекітуін жақсылап үйреніп алсаңыздар болғаны. Міне мен осыншалықты биіктікте тоқыдым. 14 қатар сантиметрден 9 сантиметр, 8,5. Жоқ, бұлайынан 8 сантиметр болады екен. 8 сантиметр, 14 қатар. Соңғы қатарда мен осындай темір қостым, 2 темір. Чтобы жер қатты болып тұру үшін. Сосын тағы да сіздерге айта кететінім, мен крючокты ауыстырдым. Номер 2-мен тоқып жатырмын. Өйткені 4,5-4-пен тоқығанда менің нем бос болып, бір түрлі болып қалды. Сол себептен де 2-ге ауыстырдым. И сосын мына жақта чередовать еткен жоқпын. Полностью екілік қылып шықтым. Әр тесікке 2 столбик без накидадан тоқып шықтым.
басқа жерінің бәрі сондай. Столбик без накида, тек қана крючокта ауыстырдым. Сосын ең соңғы қатарына осылай темір қосып тоқып жатырмын. Вязальный проволока деп аталады екен. Неде строй материал сататын жерде сатады екен. Осылайынан арасына темір қосып, столбик без накида. Екеуі, екі темірдің қосылған жері сәл мынандай жалпақтау болып кетеді екен. Мына жері қарасаңыздар. Мына жақтары обычный болып келгенде, мына жері сәл жалпақтау, өйткені екі темір бір-біріне қосылып біріккен жері ғой. Ары қарай, как обычно, тоқи бересіздер, столбик без накида. Осылайынан. Тағы да ең соңғы қатарды мен ратчишакпен аяқтаймын, көрсететін болам. Мына жерде соңғы жағы, как обычно, соңғы жағын қалдырып кеткен петлямызбен аяқтаймыз. Мынандай қылып алып алдым, одан кейін қалдырып кеткен петлямен столбик без накидан аяқтаймын, одан кейін тартып шығарамын. Одан кейін мына жақ бетінен өткіземіз. Крючокты аяққа өткізіп, мынаны тартып шығарамыз. Одан кейін мына жағынан осы екеуінен мына жақтан тартамыз. Осылайынан бекітілді міне. Әр қатарды осылайынан бекітесіздер, алдында көрсеткенмін. Енді соңғы қатар ратчишак. Мына жақтарды осылайынан түзулеп біріктестіріп аласыздар. Мынау темір салғанның арқасында бүйтіп өз формасын ұстап тұрды, өйткені мендегі полиэфирный шнур 3 мм бұл картина тоқуға келе бермейтін жіп сияқты. Сол себептен де осындай сым темір қолдандым. Ал егер сіздерде трикотажный пряжа болса, онда сым темір қолданудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ әдемі өз формасын күшті ұстап тұр. Насчет темір и крючокты ауыстырған арқасында прям идеально ұстап тұр несін. Енді соңғы қатар бізде ратчишак. Біз былай қарай тоқымаймыз. Мына жер кез келген жерден өткізіп алып, бір воздушный петля. Енді былай, как обычно тоқымаймыз, теріс жағына қарай тоқимыз ратчишакты. Бұл да столбик без накида, бірақ теріс қарай кетеміз. Крючокта осы тұр, айналдырып келесі петляға өткізіп, аяқтан жұмыс жіп тартып шығамыз да. Крючокта екеу хрестик сияқты болып міне. Осыдан біреуді өткіземіз. Қайтадан айналдырып кеп петляға өткізіп, одан жұмыс жіп тартып шығамыз. Крючокта екеу. Қайтадан жұмыс жіпті тартып шығарамыз. Осылайынан айналдырып шығамыз, әдемі жиек пайда болады бізде. Осындай. Айналдырып тоқып келдім. Ең соңғы мына жерге тоқыдым. Одан кейін қатарды аяқтаған кезде осылай аяқтай саламыз. Мынаны жасырып тастаймыз. Мына жерде мен жіп қосқаным бар. Мынаның бәрін арасынан аларды күйдіріп, ұштарын күйдіріп, міндетті түрде барлығын жасырып тастаймыз. Одан кейін мында ручкасын қазір сіздерге тоқып көрсететін боламын. Ол ручкасына да осындай темір салдым. Ішіне қазір тоқып көрсетем, сосын кейін мына жерін тігуді де көрсететін боламын. Ең бірінші менде крючок номер 2 айтқанымдай алдында 4-пен бастаған кезде одан кейін номер 2-ге ауыстырдым. Енді қараңыздар. Өзіңізге ыңғайлы тәсілмен мына жағын кішкене тіккенге көбірек алып қаласыздар, осылай мынаған тігеміз.
өзіңізге ыңғайлы тәсілмен бір воздушный жасап алып, ары қарай 6 тоқимыз. 6 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бір воздушный на подъем көтеріп, енді 6 столбик без накида тоқимыз. 1, әр петляға 1-ден 2, 3, 4, 5, 6. Бір воздушный көтереміз. Келесі қатар, екінші қатар. Осылайынан 4 қатар тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екінші қатар. Үшінші қатарға өту үшін бір воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соңғы 4-ші қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, 4 қатар тоқып алдым. Енді мына жақтағы мына жерге не соединительный жасаймын. Аны біріктіріп, міне қараңыздар. Мына бір петляға соединительный жасадым. Енді мына жерде мынандай 2 галочка тұр ғой, 1, 2 галочка. Әр петляда 1, 2 галочка тұр. Соның екіншісіне столбик без накида. 1, міне. Келесі міне галочкамыз 1, 2 галочка тұр міне. Осының екіншісіне. Екіншісі. Одан келесі галочка. 3, келесі 4, мынау 5. Мына жердегі бағанағы соединительный 6 болады мынау. 6-шысы. Енді осылайынан айналдырып тоқи береміз. Мына әр галочкаға мынау. Біріншісі столбик без накида. 1. Мына екіншісі өзі көрініп тұрады уже екінші қатардан бастап. 2, 3, 4, 5, 6. Не. Осылай мынау домалақтанады. Келесі қатар міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне қараңыздар. Бұда басы аяғы жоқ, просто айналдырып круговой тоқи береміз міне. Өзі бетіп көрініп тұрады былай шығыпшы. Осыған тоқи бересіздер. Мына біріншісіне емес, екіншісіне мін. Осылай санаудың да қажет жоқ, осылай айналдырып тоқи бересіздер. Бірінші, екінші қатар түсініксіз болуы мүмкін, ары қарай уже көрініп тұрады. Өте оңай тәсіл. Столбик без накида. Осылайынан өздеріңізге қаншалықты ұзындықта керек, соншалықты айналдырып тоқи бересіздер осылайынан. Мына жағым неге корзинаға тіккен жағымыз мына жер жалпақ болып тұрған жер корзинаға тігеміз. Осылай екі қатарынан тіктім. Қазір екінші жағын тіккен кезде көрсететін болам. Мына жақ.
Енді екінші жағын, тура осы жағын шығару үшін мен қараңыздар, міне мындай полоска болып өзі, міне қараңыздар, мындай болып тұр ғой. Сондай болып жаңағыдай міне шығып жатыр менде де тоқыған кезде. Екінші галочканы екіншісіне тоқыған кезде сондай міне мынаған емес, келесісіне өзі осындай болып узор шығады. Осылайынан. Енді келесі бетінде тоже мынандай жалпақ қалдырған мені. Қазір тік көрсететін болам. Оны қалай тоқимыз десеңіздер, тура осы жерге келіп аласыздар. Міне қарайсыздар ғой, мына жерден қазір бастап кетсем, ол келмейді. Мына жақ тура келе ма екеуінің арасы? Мынақта тағы бір. Міне. Мынаған қарама-қарсы жағына келдім. Енді бір воздушный көтерем. Крючокты кері айналдырып жұмысымды. 6 столбик без накида. Кәдімгідей осы екі неден тоқимын міне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алтау болу деймін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтау тоқығаннан кейін қайтадан бір воздушный алып, жұмысымызды кері айналдырамыз да, қайтадан 6 столбик без накида тоқимыз. Әрінге петляға біреуден. Осылай тура алдыңғы бастағандағыдай 4 қатар тоқып шығамыз. Екінші қатар, енді үшінші қатар. Бір воздушный келесі қатарға көтерілу үшін төртінші қатар. Осылайынан жіпті кеңірек қылып алып, бір воздушный жасап, жіпті кеңірек қылып алып кесесіздер, тіккенге, міне екі жағы осындай болады. Ортасы, міне жгут осындай. Ішіне темір салмасаңыздар да қатты болып шығады. Темір салсаңыздар, вообще бүйтіп ұстап тұрғанда жақсы ұстап тұрады. Темір салам десеңіздер, видеода айтады, ол осындай вязальный деп айтылады екен негізі. Строительный материал сататын жерде сатылады. Мен осыны екіге осылайынан жақсылап не істеп алдым да, ортасына осылайынан кіргіз жердім. Плосковость болса, негіз осылайынан не істеген кезде, ортасына мына жерде міне ортасында кішкентай ғана тесік болады, сол жерге былайынан кіргізсеңіздер өтіп кетеді. Міне қараңыздар. Осылай ішіне екі қабат осындай вязальный проволокадан осылай салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Мен салдым осындай қылып. Ручкасы осылай тоқылады. Енді қазір сіздерге тігілуін көрсететін болам. Мынандай жуан инеге өткізіп аламын. Ұшын обязательно не істеп алыңыздар, егер тура осындай жіппен тоқитын болсаңыздар, ұшы сөгіліп кетеді. Сөгіліп кішкентай қалып қапты мына жерде. Қарап аласыздар. Ровно тұрма мына нелеріңіз. Екі жағына осылайынан. Енді бірінші мына қатар, одан кейін екінші қатар осылай тігіп алам. Тігудің ешқандай несі жоқ. Ары бері өткізіп жібіңізді. Главное, екі жағы бірдей тұрма, қисық тұр емес па, соны біліп алсаңыздар болғаны. Тігу ол оп-оңай.
осылай ары бері жіпті инені өткізу арқылы екі қатар тігіп аласыздар. Екі жағында мына жақта менде қалған проволоканы кесіп тастаймын. Негізі осылай кесіп тастайсыздар, екі жағын и тігіп тастайсыздар осылайынан. Мен көрсеткен әдіспен. Екі жағында тіктім. Полностью былай көрінбей тұр. Қазір фотосын салып көрсететін болам. Толықтай аяқталды мастер-класс. Енді мынаның барлығын, жіптерін бәрін жасыру ғана қалды. Одан кейін декор ретінде мынандай нені, түймені мына жерге осылай жай ғана тігіп қоя салуға болады. Осылай тігіппін деп тұр мен. Тікпесеңіздер де болады, осылай қалдырсаңыздар да. Өз еркілеріңіз. Декор ретінде мына жақтарына міне мынау басталған, аяқталған жеріміз ғой, чуть-чуть қана разница бар. Осы жерлерге гүл тігіп тастасаңыздар да болады. Гүл тоқып, мына жерге тігіп тастасаңыздар да болады. Немесе осындай үлкен-үлкен түймелер қадап тастасаңыздар да болады. Енді ол сәндеу жағы әркімнің өз қалауымен. Міне осындай корзинка шықты. Мына жағының сантиметр 8,5. Мына жақтың дносыныңкі 30-20 сантиметр. Кәдімгідей көлемді мынандай екі шетін осындай түймемен осылай сәндеп қойдым. Ручкасы осылай майсат. Ішінде темір бар екен. Осындай әдемі корзинкамыз дайын. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.